Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Егер сіз ағылшынды бүгіннен бастап оқимын деп ертеңге қалдырып жүрсеңіз, осы видеоны соңына дейін қараңыз. Бүгінгі видеода ағылшын тілін қалай жеңіл үйренуге болады және сөйлемдерді қалай еркін құрауға болады. Осы сұрақтардың жауабын айтатын боламын. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен біз грамматиканы білуіміз керек. Кейбір мұғалімдер ағылшын тілін грамматиканы үйренбей-ақ сөйлеп кетуге болады деп жарнама үшін ғана студенттерді өздеріне тартып жатады. Бірақ бұл ең үлкен қателіктердің бірі. Себебі біз грамматиканы білмей ағылшын тілінде еркін сөйлей алмаймыз. Грамматика дегеніміз не? Грамматика дегеніміз сөйлемнің мүшелерін, сөйлемнің құрылысын зерттейтін сала. Яғни біз ағылшын тіліндегі бастауыштың, баяндауыштың, анықтауыштың, пысықтауыштың, толықтауыштың орындарын білмей, сөйлемді еркін құрай алмаймыз. Сондықтан да біз грамматиканы міндетті түрде үйренуіміз керек. Еркін сөйлем құрап үйрену үшін біз ағылшын тіліндегі ең негізгі тақырыптарды, яғни шақтар, модаль етістіктері, шартты сөйлемдер және күрделі сөйлемдердің құрылысын білуіміз керек. Екіншіден, сөздерді дұрыс қолданып үйренуіміз керек. Ағылшын тілінде өзіміз білетіндей, бір сөздің бір ғана емес, бірнеше синонимдері болады. Сонымен қатар фразаларды, тұрақты тіркестерді дұрыс жаттауымыз керек. Мысалы, кейбір үйренушілер ағылшын тілінде good және well сөздерін дұрыс қолданбайды. Бұл екі сөз де жақсы деген мағынаны білдіреді. Бірақ good сөзі сын есім ретінде қолданылады, яғни заттарды сипаттаған кезде қолданамыз. Ал well сөзі істеу ретінде қолданылады, яғни іс-әрекеттерді сипаттағанда қолданамыз. Үшіншіден, сөздік қорымыз мол болуы керек, яғни сөздікпен дұрыс жұмыс жасауымыз керек. Сонымен қатар, жалпы жіберілетін қателіктерге мән беруіміз керек. Мысалы, ағылшын тілінде furniture деген сөз үй жиһаз деген мағынаны білдіреді. Бірақ кейбір үйренушілер көпше түрдегі мағынаны білдіру үшін осы сөзге s жалғауын жалғайды. Бұл қателік. Себебі furniture сөзі жеке тұрғандағы үй жиһаз деген мағынаны да және көпше түрдегі үй жиһаздары деген мағынаны да білдіреді. Міне достар, осымен бүгінге берілетін ақпараттар аяқталды. Сіздерге бүгінгі берілген ақпараттар пайдалы болды деп ойлаймын. Егер бүгінгі видео ұнаса, міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ал қазірше сау болыңыз.